Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен үй жағдайында өсіріп отырған гүлдерімді сыртқа шығарып, топырақтарын ауыстырып, атырасгүлдерін бөлек алуды жөн көріп, осылай гүлдерімді сыртқа шығарған жайым бар. Гүлдерімнің көбісі атырасгүл беріпті, сол атырасгүлдерін бөлек алып, басқа бақшаға отырғызайын деп шештім. Сіздер үй жағдайында гүлдеріңізді қалай өсіріп, қалай баптап отырасыздар, сол туралы кішігірім ақпараттарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Менің оқырмандарым арасында гүлсүйер жандар болса, маған лайк басып, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Егер мен салған видеолар ұнаған болса, қоңыраушаны басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да басқа қызықты видеолармен бөлісетін боламын.